Баршаңызға қайырлы кеш, қыздар. Сіздермен Жанерке. Бүгін осындай керемет хворстың рецептімен сіздермен бөлісемін. Толық рецепттің барлығы видеоның астына жазып кетемін. Өте көз тартатындай, әсіресе келе жатқан мейрамға дастарханыңызға қойсаңыз, өте керемет болады. Дастарханыңыздың сәнін келтіретін сөзсіз. Ал ендеше кеттік. Бір дана жұмыртқа, бір ас қасық шекер. Осы смесімізді жақсылап араластырамыз. Кейін красительді қосамыз. Менде құрғақ краситель. Сізде сұйық болса, сұйық қоса беріңіз. Жақсылап красительді қосқаннан кейін ұнымызды қосып араластырамыз. 110 грамм ұн. Ал енді жақсылап қамыр елейміз. Сәл қолға жабысуы мүмкін. Ол кезде қолымызды кішкене майлап жіберсек болады. Ең ақырында, яғни ең соңында осылай қамырымызды сыртын майлап қоямыз. Кейін пищевой пленкамен орап 10 минутқа, 20 минутқа болмаса демалдырып қоямыз. Менде енді келесі түсі жасыл түс. Дәл сол рецептпен бір жұмыртқа, бір ас қасық шекермен және краситель менде 2 грамм құрғақ краситель. Жақсылап красителімізді араластырып болғаннан кейін ұнымызды қосамыз. Ұнды қосқаннан кейін қасықпен араластырамыз бірінші. Себебі қолға краситель жабыс қалуы мүмкін, сынып те қалады. Кейін осылай жақсылап қамырды біріктіріп, илетіріп, оның да сыртын майлап, пищевой пленкамен жауып қоямыз. Ал енді демалған қамырымызды ұнмен жайып шығамыз. Кейбір сәттерде маймен жайған ыңғайлы болады, бірақ ол кезде хворст болмай қалады. Сол себептен ұн обязательно қосып жайыңыздар. Сол кезде әдемі болып шығады. Ұнды көп қосуға да болмайды. Аз мөлшерде ғана қосасыздар. Ал енді линейкамен сызып аламыз. Ені 3 см, ұзындығы 25-30 см болады. Сушидің ағашына басын жабыстырып, қалғанын жай ғана бос былай орап шығамыз. Ал енді пісірер кезде абай болыңыздар. Алдын ала майымызды қыздырамыз, кейін газдың астын жай қойып пісіреміз. Осылай ағаш таяқшамен бір жағына ұстап тұрасыздар, екіншісімен айландырып тұрып, чтобы хворст жайылып кетпес үшін осылай өзіміз контроль жасаймыз. Майдың ішінде ең баяу отта осылай пісіріп аламыз. Ал енді осындай қалдықтарынан роза гүлін жасауға болады. Ол үшін гүлмен кесіп аласыз, кейін саусағыңыздың ұшымен осылай су тамызып жібересіз де, келесі гүліңізді қойып, сушидің палочкасына былай тығасыздар и үшбұрышты қыласыздар. Ол қамырды тесуге болмайды. Теспейсіздер, ол бүтін тұрады. Міне, көрініп тұр ғой да? Осылай істеген кезде үшбұрышты бүйтіп нығыздап басамыз, чтобы қамырлар бір-біріне бірігу үшін. Қызып тұрған майымызға салып жібереміз де, ол баяу оттағы қызып тұрған май. Осыған где-то бір 30 секунд, 40 секундта пісіріп аламыз. Міне біздің роза гүліміз дайын болды. Сәніне енді бұл қалып кеткен қамырлардан жасауға болады. Міне бізде 3 қана дана жұмыртқадан жасалған хворстымыз дайын болды. Жасау жолы өте оңай, рецепттер өте жеңіл. Ұнаса лайк қойып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Хворстымыздың бетін осы сахарный пудрамен әсемдейміз. Дастарханымыздың көркін кіргізіп, келген қонағымызды жақсы көңіл күймен қарсы алайық. Сіздермен болған Жанерке.